Бәріне сәлем достар. Сендермен қазақша шахмат каналы. Және де бүгін мен сендерге Гарри Каспаровтың құпияларын айтатын боламын. Бұның алдында Гарри Каспаров туралы қызықты мәліметтер деген видео шыққан. Көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, және де сол видеоларды қарасаңыз табасыз. Бұл екінші бөлім. Бірақ та бұл теориялармен жасалған. Сондықтан да бұл бірінші бөліміне қарама қайшы келетін жері де бар. Мен қызықты мәліметте қазір ресми түрдегі мен айттым, ал теорияларды бүгін айтатын боламын. Бірінші теория ол Азербайжан. Себебі КСРО кезінде ол туылды. Және де КСРО кезінде Азербайжан КСРОда болғандықтан олар орыс болып саналды. Және де ол танымал болғандықтан оның аты орыс болып өзгертілді. Және екінші теория, оның анасы оңтүстік Корей. Себебі оңтүстік Кореяда Каспар деген ат бар. Ал Каспаровта офты және ефті орыстар қосады. Сонда Каспар деген ат бізде оңтүстіктен келген болуы мүмкін. Және де осылай Каспар мен офты қосып Каспаров пайда болды. Ал Гарри оның фамилиясы болып келеді. Үшінші теория ол еврей. Көбіміз білетіндей, Тесланы ойлап тапқан өнертапқыш Эйнштейн ол еврейден шыққан. Және де мен бірінші бөлімде айтқам, бұл Вайнштейн оның бірінші фамилиясы болған туған кезіндегі. Оны бірақ ауыстырыпсың. Және Вайнштейн, Эйнштейнді Штейн дейсіз. Еврейларға Штейн қосылады. Нәтижесінде теория бойынша ол еврей болып келеді. Және де бұл үлкен құпия. Бұны сіздерге айтқаным үшін маған тіркеліп кетсеңіз қатты қуанатын едім. Және де егер де көп лайк жинаса бұл видео мен шахмат туралы және тағы да шахмат құпиялары туралы түсіретін боламын. Бәріңізден көргеніңізге рахмет. Сау болыңыздар.